Барлық ата-ана баласының ББЖМді сәтті тапсырғанын қалайды. ББЖМ алдында баламызға қалай көмектесеміз? Бастысы балаға жағдай жасау. Отбасындағы жағымды ахуал баланың жүйке жүйесін жақсартады, ақпаратты қабылдау қабілетін көтереді. Дұрыс күн тәртібі, сабақ пен демалыс уақыты кезекпен болуы керек. Ұлыңызға немесе қызыңызға сіз өзіңіздің ББЖМді қалай тапсырғаныңыз жөнінде айтып беріңіз. Өзіңіздің не сезгеніңізді, мысалы, қандай да бір пәннен немесе мұғалімнен қорыққаныңызды айтыңыз. Өзіңіз үшін қандай тұжырымға келгеніңізді айтып беріңіз. Мұндай әңгіме балаға өте жақсы қолдау болып, екеуіңіздің араңызды жақындата түседі. ББЖМ тапсырар алдында балаға айтуға болмайтын сөздер. Емтиханды тапсыра алмайсың, әскерге кетесің, оқуға түспесең, аула сыпырушы боласың. Мұндай әңгімелермен баланы өзіңізден алшақтатып, ашуландырып аласыз. Бала жады құпияларын білу маңызды. Ақпаратты белсенді қабылдау қажет. Кез келген мәтінмен жұмысты қарандашпен жасаған жөн. Ең бірінші, бала бойына өз-өзіне деген сенімділігін ұялата білу керек. Бала бойына өз-өзіне деген сенімділік ұяласа, ББЖМді сәтті тапсыратындығына сенімдімін.